Сәлеметсіздер ме? Кәдеңізге жарасын каналымыздың оқырмандары. Біз бүгін сіздерге лапух өсімдігі жайлы ақпараттармен бөліскелі отырмыз. Видеомыздың соңына дейін көріп, өзіңізге пайдалы мәліметтерді алатыныңызға сенімдіміз. Лапух өсімдігі қазақша түйежапырақ деп аталады. Бұл лапух өсімдігі тамырынан бастап гүліндегі тұқымына дейін пайдалы болып келеді. Лапух 2 жылдық табиғи емдік қасиеті бар өсімдік. Жапония халқы гово деп атайды және де бұл өсімдіктің түрін арнайы көкөніс ретінде бау-бақшаларында өсіреді. Жапонияда лапух өсімдігінің жапырағы және тамыры өте танымал. Халықтық медицинада лапух тамыры құрамы түрлі белсенді заттарға бай. Атап айтсақ, инулин бұл полисахарид іштегі пайдалы микрофлоралардың өсуін қамтамасыз етеді. Соның әсерінен ас қорыту жүйесін жақсартады. Флавоноид табиғи антиоксидант, организмді зиянды бос радикалдардан қорғайды. Ағзаға ең қажетті микроэлементтерге бай. Витаминдердің В тобы, С, Е, каротин, калий, кальций, темір, полисахарид, эфир майы, органикалық қышқылдар құрамында көптеп кездеседі. Сонымен қатар лапух тамырында фитонцид кездеседі. Ол бактерияға қарсы және қабынуға қарсы әсер етеді. Соның әсерінен лапух тамыры халықтық медицинада тері аурулары, шаш және буын ауруларында жиі қолданады. Сонымен, лапух тамыры қандай пайдалы қасиеттерге ие? Лапух тамыры ағзаның жалпы жағдайын жақсартып, ағзаның иммундық жүйесін қалыпқа келтіреді. Демек, иммунитетті көтереді деген сөз. Түрлі тері ауруларының, соның ішінде псориаз, экзема, безеуді кетіре алатын қасиетке ие. Шаштың түсуін азайтып, шаштағы қайызғақтарды жоюға көмектеседі. Шашты қатайтып, жаңа шаштың өсіп шығуына, керек десеңіз шаштың жылтыратып, ұштануды болдырмайды. Ас қорытуды жақсартып қана қоймай, бауыр, өт қабы ауруларын емдеп, бауырдың қызметін жақсартып, токсиндерді организмнен шығарады. Сондай-ақ зарайдағыш құрал ретінде цистит, пилонефрит сияқты ауруларды емдеуде қолданылады. Біз лапух тамырының ең пайдалы деген тұстарын ғана саусақпен санарлық дәрежеде ғана атап өттік. Әлі де айтылмаған, ашылмаған пайдалы тұстары өте көп. Ғалымдар соңғы жылдары зерттеу барысында лапух тамырының қанды токсиндерден тазалайтын қасиетін дәлелдеген. Қанды эффективні түрде токсиндерден тазалап, тері асты қан айналымын жақсартады. Буынға да келтіретін пайдасы қаншама десеңізші. Қазіргі таңда косметологияда теріні серпімді етіп, әжімдердің пайда болуын баяулату мақсатында көптеп қолданысқа еніп келе жатыр. Тіпті рак, қант диабеті, артрит сияқты аурулардың алдын алып, бастапқы стадиясында емдеуге қолданылады. Лапух тамырын қай кезде қолданамыз деген сұрақ барлығымызда туындауы мүмкін. Кейінгі кезде лапух пайдасын білгендіктен күтімге арналған шампунь, бальзам, шашқа және бетке арналған маска, крем, лосьондар құрамына да қосады. Үй жағдайында тұнба, қайнатпа, маска түрінде қолдану ұсынылады. Лапух тамырының қайнатпа және тұнбасын ішке, маска және қайнатпа түрін сыртқа қолданғаныңыз болады. Лапух өсімдігінің бірінші жылғы тамырын жинаған жақсырақ. Сәуір және мамыр айында жинаған жақсырақ болып келеді. Және дәл осы айларда жаңа жапырақтар өсіп жатқан болса, жаңа жапырақтарынан да көп пайда ала аламыз. Егер осы көктемгі мезгілде үлгермесеңіз, тамыз және қазан айының аралығында жинау қажет. Лапух тамырын саялы жерде күн көзі түспейтін, бірақ ауа алмасуы бар бөлмеде кептіру қажет. Процесті жылдамдату үшін 50 градустық духовкаға кептірсе де болады. Енді сіздермен емдік дәріні жасау тәсілдерімен бөлісемін. Бірінші, қайнатпа жасау тәсілі. 1 немесе 2 шай қасық майдаланған лапух тамырына 200 мл қайнаған су құйып, 10-15 минут қойып, дайын болған қайнатпаны сүзгіден өткізіп, күніне 2-3 рет аш қарынға тамақтанардан алдын, жарты сағат алдын 50 мл ішкен дұрыс. Немесе 500 мл суға 1-2 ас қасық майдаланған лапух тамырын салып, баяу отта
10-15 минут қайнатып, сүзгіден өткізіп, күніне 2-3 рет тамақтанардан жарты сағат алдын 50-100 мл ішу қажет. Бұл қайнатпаларды бауыр, өт қабы, бүйрек ауруларына қолдану жақсы нәтиже береді. Екінші, тұнба жасау. 1 немесе 2 шай қасық майдаланған лопух тамырына 200 мл қайнаған су қойып, 8-10 сағатқа аузын жабып қалдырамыз. Тамақтанар алдын аш қарынға 50 мл ішіп отыру қажет. Үшінші, маска жасау. Көбіне шашқа немесе тері ауруларына қолданылады. Ол үшін лопух тамырының 1/4 стаканмен бөлігін 1 кесе өсімдік майына немесе оливки майына салып, араластырып, банкаға құйып, қақпағын жабамыз. Қараңғы, салқын, құрғақ жерде 6-8 аптаға қалдырамыз. Әр аптада тексеріп, көпіршіктер шығатын болса, алып тастау қажет. Бас терісіне немесе шаштың түскен бөлігіне жаймен массажды әрекетпен жағып шығып, жақсы әсер беру үшін 1-2 сағатқа немесе 1 түнге қалдырып, таңертең сульфат қосылмаған жұмсақ шампумен жуамыз. Лопухтың тамырынан бөлек, ерте көктемгі жапырақтарын жарты сағат салқын суға салып, сосын құрғатып, мясорубкадан өткізіп, күніне 3 рет тамақтан алдын 2 ас қасықтан ішіп тұру қажет. Жоғарыдағы ауруларға пайдасын беріп, иммунитетті жақсы көтереді. Осы аталғандарды тастамай 2 апта немесе 1 айдай қолданса, нәтижесі айқын көрінеді. Бірақ ескере кететін жағдай, ауырып, дәрі қабылдап жүрген жағдайда өз дәрігеріңізбен кеңескен жөн. 2 қабат емізулі немесе 12 жасқа толмаған балаларға мүлде ішуге болмайды. Сонымен қатар осы өсімдікке төзімсіздік болған жағдайда бұл қауіпсіз өсімдік дәрі болғанмен, аллергиялық белгілер пайда болса, қышу, ісіну, қызару, онда қабылдауды тоқтату қажет. Егер диуретикалық дәрілер қабылдап жүрген болсаңыз, байқап қабылдау қажет. Себебі лопухта диуретик болып табылады. Және асқазан, өт қабы және 12 елі ішек ауруларында және қосымша дәрі қабылдап жүрген жағдайда дәрігермен кеңескен абзал. Егер сіздерге біздің бөліскен мәліметтеріміз пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ауырғанша ауырмайтын жол іздейік. Сіздерге берген кеңесіміз кәдеңізге жарасын.